бәріміз де бала кезден осы кітапқа құштар болып өстік. Білімді адам далада қалмайды. Қазір мынау заманауи технологияның дамыған заманында кітап не керек дегенде әңгімелер болады. Газет не керек дегенде әңгімелер болады. Журнал не керек деген олай емес. Ол әлеуметтік желіде қысқаша ғана ақпарат беріледі, ал негізгі мағлұматтың бәрі баспасөз бетінде не болмаса кітапта нақты дәйектер келтіріліп айтылады. Сондықтан кітапты жақсы көру керек. Ол проза болсын, поэзия болсын, өлең болсын, әңгіме болсын, очерк болсын, поэма болсын, барлығында да осы оқып біліп өссеңіздер, сіздер жаман болмайсыздар. Сондықтан мынау Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық кітапхананың ұйымдастырып отырған шарасы осы игі бастама. Жандос, өзіңді жақсы білеміз, мынандай шәкірттеріңізді көріп өте қуаныштымыз керек. Ұрпақтар сабақтастығы деген бар. Ата бабамыздың салып кеткен жолын жалғастыратын сіз бен біз боламыз. Сондықтан ары қарай өзіміздің ұлттық құндылығымызды, рухани байлығымыз, кітабымызды жақсы көріп, кітап оқып, ары қарай өзіңіздің бауырларыңызға, достарыңызға насихаттап, кітап оқиды деп шақырып, осы Жұбан кітапханасы бар, Хамза кітапханасы бар, балалар жасөспірімдер арасында, не болмаса тағы сол сияқты қалалық кітапханаларымыз бар. Бәрінде де осы сіздер толтырып, оқырман залын толтырып отырсаңыздар, біздің мерейіміз үстем болады ғой деген ниет. Мынау аға азаматтар бар, сабыр, Жаңабек Жақсығалиев сынды ағаларым біздің бұл жолын жалғап, осы бір үлкен қасиетті қара шаңырақта өзің де алқалы жиындарды тізгіндеп қалай жүрсің. Енді сені қазір біз білімпаз, айтары бар мамансың. Біз соны біздің таяғымызды Айман Батырнадан бастап бәріміздің сол таяғымызды ұстап қалды. Біздің тұғырымыз болады, кейінгі уақытта біздің жалғасымыз болады, біз басарымыз болады деп осындай біз сен келгелі қуаныш үстіндеміз. Оны өзің көрсетіп те келе жатсың, қай жағынан болса да. Ал енді көп отырмай біз енді сауалдарға көшейік. Бұл енді сұхбат түрінде болмақшы балалар. Алғашқы біздің сауалымыз Жандос шәкіртім дейін, енді осы әдебиет әлеміне, мынау кітап әлеміне келуге, түпкілікті келуге деп айтайық. Соған кім және не түрткі болды? Осы енді Жұбан Молдағалиев атындағы қасиетті құтхана киелі кітапханада осындай жоба басталып жатыр екен, артық ғылым кітапта деген. Енді кітап оқу туралы оқырмандар клубтары болады, оқырмандар отауы болады, бірақ соның бірі түрі осы жоба мен өзім жақсы қабылдадым. Басталып жатырғанда сәтімен болсын, оның алғашқы қонағы болып отырғаныма да қуанып отырмын қазір. Енді сұраққа көшетін болсақ, ұстаздың ықпалы деген бар ғой. Тіпті ұстаз адамның тағдырын да өзгертеді. Ұстаз тәрбиелейді адамды. Абай айтады ғой, бала еліктейді дейді, ата-анасына, ортасына, достарына, ұстазына, бірақ соның ішінде қайсысы көбірек жақын болса, соған еліктейді дейді. Мен мектепте оқып жүрген кезде әлі есімде Дидар Рахымқызы деген, Дидар Табылдықызы Рахимова деген апайымыз ғой. Ол университет бітірген, Айбатыр Ситақ. Есіме түсті, көздір киетін сарғыш орданыкі ма? Жаңа жоқ, Жалпақтал. Есіме түсті. Сол студент кезінен өлең жазған, Айбатыр ағалармен бірге оқыған екен. Айбатыр ағаның кейін енді мен Ғұмырнама деген бір кітабын алып оқып отырсам, сол Досқа сыр деген өлең бар екен. Сонда Дидар Табылдықызы Рахимоваға деп жазылған екен. Сол кісінің группаласы, сол кісі маған сабақта қазақ тілі әдебиетінен. Ол кісі бір жаңылмасам 8-ші сыныптан ауысып келді. Мұғаліміміз ауысып та қазақ тілі әдебиетінен сол кісі келді. Ол кісінің сабақ түсіндірулері әлі көз алдымда. Әдеби шығармаларда өткен кезде бізде барлығымызды да осылай дәптерімізді, қаламымызды барлығын бұрышына қойғызады да партаның. Әуел жаңа өзінің жатық шешен тілімен баяндайды жаңа. Сол кездегі тақырыптарда. Сол кезде сыныптың ішінде шыбынның ұшқан ызың естілетін дейді. Тыныштық орнайды, талай небір тентек балалар ол. Барлығымыз сол. Ең соңында кейбіріміз көзіміздің жасын сығып алып отыратын едік. Соны айтып келеді. Ол кезде Саятшы Оразы, Сәбит Мұқановтың барлығы қысқа беріледі ғой, романдардан үзінділер, мысалы қазақ солдатынан апай ары қарай не болды деп сұраймыз ғой. Не болды сонда, Қайруштың тағдыры қалай болады ары қарай дегенде айтады. Оны енді өздеріңіз оқып алыңыздар дейді. Қайдан оқимыз апай? Мектеп кітапханасынан барып алыңыздар, роман тұрады осындай, немесе
мына сіздердің кітаптарыңызда белгілеп тұр ғой, қазақ солдаты романы үзінді деп, немесе ауылдық кітапханадан барып аламыз. Содан бәріміз шығып аламыз да жүгіреміз. Ана ол енді бір-екі кітап, бір-екі дана, оны кім бірінші барады, сол ілгетті алып. Сол қалғанымыз күтіп жүреміз. Сол кісінің тәрбиесі, сол кісінің сондай әдісі, әдебиеттегі берген тәсілдері өте қатты ықпал етті. Содан 8-ші сыныптан бастап біздің барлық тағдырымыз сол кісі өзгертті. Соның ішінде менің тағдырым десем, мен де сол Дидар апай сияқты мұғалім боламын деп. Мен енді 11-ші сынып бітіріп келгеннен кейін ұлттық бірыңғай тестілеуден жолым болған жоқ. Жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалдым Махаббат университетіне. Кейін ақын оқитындай жағдай жоқ. Сосын бір жылым босқа кетпесін деп ауылға баруға ұят, енді оқуға түсе алмай құлап келген сияқты. Есенғалидың Раушаны бар ғой, үнсіз. Төрт түліктер өреді шуап белден деп, үнсіз мұрнын шұқиды мұрат берген. Туған ауыл, туған жер деген тақырыптан емтиханнан 2 алып құлап келген деп жүреді. Сол сияқты ауылға баратын кейін бет жоқ, қалада қалам қайткенде деп, сол қалада қалып бірінші кәсіптік мектеп, қазіргі енді колледж индустриялдық, сонда электромонтер деген мамандыққа тапсырып. Сонда ол енді жаным қалаған мамандық емес, бірақ сол бір жылды өткізіп келесі жылы қайтадан жоғарғы оқу орнына тапсырам деген үміт. Соны айтайын дегенім, таңертең сабақ басталады. Колледждерде түстік ас береді. Сол түскі асын ішіп осы кітапханаға келем. Сол жаңа оқырман залы осы жерде. Сол оқырман залына келіп отырамын түсте. Содан кешке сағат 7-де Жандос танып алды, енді барлық кітапханашылық ойлар. Жандос, біздер жауыламыз, шығарсың деп шығарып жіберді. Содан кейін үйге бар. Сол менің өте бір жемісті жылым болды, бір жыл. Енді кейін мына кітап оқуда ойлап отырсам, 2 жемісті жылым болған екен. Біріншісі сол жылым. Екіншісі енді колледжін бітіргеннен кейін Кирсанов негізгі мектебіне мұғалім болып орналастым. Орыс сыныбына, орыс мектебіне 9 жылдық қана мектеп. Онда да жаңағы қазақ тілі мен әдебиеті бірінші, екінші сабақтар болады. Таңертең сағат 9-да сабақ басталады, 12-де бітеді. Түсқайта қосымша сабақ дегендер болмайды екен ол мектепте, жаңа санаулы бала. Содан ауылдың кітапханасын оқып, жартысын оқып тауыстым десем де болады. Ол кезде пәтерде жатам. Өте бір жемісті, мен көп кітап оқыған жылым осы 2 жыл болды. Болат Исабековтың сөзі бар ғой, егер не істеріңізді білмей жүрсеңіздер дейді, қамалып алып бір бөлмеге кілттеніп алды, үзбей кітап оқы дейді. Немесе мына әлемдік шедеврлардан, классикалардан музыка тыңда. Сөйтіп өзіңді айлап, жылдап қама дейді, өзіңді жазала. Сен белгілі бір уақыттың ішінде сол бөлмеден не ғұлама болып шығасың, не ақыл есің ауысып шығады дейді. Сол сияқты енді мына өзімізді сөйтіп жаңағыдай жазалау десек те болады, онда күштеу жаңағы қинап, осылай бір жемісті еңбек ететін болсақ, біздер бір қандай да бір нәтижеге жетеміз деген ойдамын. Адам ақын болып, жазушы болып туылады, бірақ шешен болып қалыптасады. Бархестің сөзі бар ғой. Мен мүмкін мықты ақын, мықты жазушы емес шығармын, мен бірақ сауатты да талапты оқырманның бірінші кезекте дейді. Сол енді қандай да бір азды көпті барып жұртты жетістікке жетіп жатырғандығымыздың барлығы мен осы кітаптың арқасы, кітап оқығанның арқасы деп. Сосын Серік Елікбаев деген ақын бар, Павлодарда. Үшкірдің мұңы деген романы бар, Қанжығалы Бөгенбайды жазған. Сол кісінің айтатыны Құдай адамға беретін тек қана кітап арқылы береді. Құранды да кітаппен түсіреді. Ал мына түріктерде кітапсыз деген сөз бар екен. Біздерде мына тәрбиесіз деп айтамыз ғой, имансыз деген сөздің барлығын олар түріктер кітапсыз деген сөз арқылы білдіреді. Сондықтан да көбірек кітап оқыңыздар, барлығыңызды да кітап оқуға шақырып. Енді мына малшылармен сөйлескен кезде үлкен ауылда көнегөз қариялар айтатын, жас малдың еті жұмсақ піседі, тез піседі, бірақ кәрі малдың еті тәтті болады дейді. Себебі кәрі мал шөпті талап жейді, жас малда емес дейді. Ол дәмдісінің не екенін біледі. Онда тәжірибе бар ғой.
Ал жас мал ол жаңағы немен қомағайлықпен алдына келген шөптердің барлығын жапырып жей береді. Сол сияқты қандай кітап оқу керек, оның барлығы тәжірибемен келеді. Басында енді бәріміз де іліккен кітаптың бәрін оқи бердік. Содан кейін өзің жайлап саралайсың. Қандай кітап оқу керек болады, қай кітапты қажет болады, қай кітап қажет емес болады. Мысалы, көркем әдебиет қазір. Бәріміз көркем әдебиетті көп оқыдық қой. Көркем әдебиеттен сен тіл байлығың артады, бірақ енді кейін оқи келе, мысалы, Ақселеу Сейдімбекті, деректі әдебиеттерді оқи келе, Ақселеу Сейдімбектің Тұрсын Жұртбайға айтатыны бар, ол кісінің өзі де әуелі сол көркем шығармалардан бастады ғой, Аққыз, мысалға, Күздеуде деген повестер арқылы. Мен жаңағы Қызыл сөздің қазанын сапыруды қойдым дейді. Мен Алаштың осындай ақтаңдақтарының барлығы ашылмай көбіліп жатырған кезде мен ұшқыр ойдың желісімен қиялға беріліп, қиялданып, соған қалам тартып отыратын жазушылардың қатарынан болғым келмейді. Енді мен барлық қалған ғұмырымның бәрін деректі әдебиетке, соның ішінде мына ақтаңдақтарды ашуға, тарихи әдебиеттерді ақтаруға арнадым. Сен де сөйт деп Тұрсын Жұртбайға солай кеңес берген екен. Кейін Тұрсын Жұртбайдың өзі Ораным, Алашшылар, Дулығадан бастап жаңағы барлығын зерттеген. Сол сияқты мен де енді жас кезімде, студент кезімде көбірек көркем әдебиетті оқыдым. Бірақ қазіргі кезде сол таңдап, талдап, көбінесе мына тарихи шығармалар, деректі шығармаларды оқуға ден қойып жүрмін. Жақсырақ. Исабековті біліп жатырмыз ғой, ол кісінің қандай хоббиі бар, сөйтсек оның мамандық, алғашқы мамандық электрик екен ғой. Иә, деп оқыдым осы жақында. Сенің де алғашқы мамандығың. Иә, бұл енді тұрмыста керек қой енді. Сол қажетке жарап жатыр ма, сол оқығаны? Енді мен өзімде үй салғам жаңа. Құжыра дейді ғой, времянка есебінде жаңа шағында апай болған сол шаңырағымызда. Сол екен өсіп өніп жатыр. 4 сәбиіміз дүниеге келіп отыр. Сол үй салған кезде ешкімді жалдамай ақ, ешкім шығынданбай ақ, сол өзім жүргізіп алғам жаңа. Қадырды ақында айтамыз. Оның бай кітапханасының тірнектеп жиған байлығының бір қатарын енді қазір елді игілігіне айналды, өздеріңіз білесіздер. Үлкен орталықта қазір Қадырдың кітапханасы тұр, күнделігі тұр, әр күнгі жазған жоспары тұр екен. Онан кейін Мұхтар Мағауин кеше айтып жатыр. Менің бір сөре деген 1 метр болатын болса, оған осынша кітап сияды дейді тіпті. Анау ғұламаларымыз ол кітапхана жинақтаумен бірге кітапты қалай сыйдырамыз, орналастыру мәселесінде сөз еткен екен. Онан кейінгі ең бай кітапхана өзің айтып отырған этнограф ғалым біздің Ақселеу Сейдімбекте болған екен. Яғни бір қатарын дейді, кейбір кітаптарымды дейді, бір баласы үйленгенде ма, бір қаражат керек болған кезде қимас дүниелерін сирек кездесетін кітаптардың бір қатарын қаражатқа айналдырдым дейді. Сонда кітап жинасақ, ол не болады екен? Керек кезінде сізге қаражат болып та қайтар екен. Олай болса, сол өзің айтып отырған Құжыраңда сенің біз сол уақытта Айман Батырқызы екеуміз кітапханаңның бар екенін көрдік. Ол кітапханада сөрелерді өзгеше жасаған екенсің. Осы кітапханаңның тарихы қандай? Алғашқы жинаған кітабың қандай? Кітапханаңдағы кітабың қалай? Базарға, дүкендерге бармасақ та, азық-түлік киім-кешек сататын дүкендерге бармасақ та, мен үнемі барып тұратын дүкендерім болатын. Бұл кітап дүкендері де Жәңгірхан, қазір мына кітап ал деген дүкен бар ғой, соның орнында бұрын шын кітап деген болды. Сосын мына біздің колледжімізге қарама-қарсы ескі көне Орал музейінің қасында Оптима деген кітап дүкені бар. Осы кітап дүкендеріне барып, мирообразование деген дүкен болды, 4 дүкен болды. Енді негізінен мына әдеби, көркем әдеби кітаптар бұл Жәңгірханда сатылады, Атамұра баспасынан шыққан. Сол кітапханаға, сол кітап дүкеніне мен аптасына кемінде 2 рет соғып тұратын едім. Себебі енді жиі оларға жаңа кітаптар келіп тұрады, соны алып тұрамын. Жаңағы айтқандай, апай айтып кетті ғой, 7000 кітапхана Қадырде болған деп. Ақселеу айтты бір сұхбатында, Қадырдың кітапханасына менің кітапханам бай болды деп. Әуезовтің өзінің қолы тиген астын сызып оқыған кітаптар менің кітап қорымда болды. Соның бәрін мен саттым, өкінем деп. Қиын кезде 90-шы жылдардың тоқырауында баламды үйлендірдім деп. Кешенде жаңалықтардан шықты, Технағада Әліпқалида 16000 кітап бар екен. 1434 жылы дейді алғашқы кітаптарын дейді. Сондай кітаптарым бар деп жатыр.
айтайын дегенім сол жаңағы Жәңгірхан кітап дүкеніне барғанда мен сол кезде студент кезімде екінші курстамын студент кезімде үнемі тихонаға жүреді сол кітапханаға ішінде. Соны енді белесше алған жоқпыз, пирожки алған жоқпыз студент кезімізде. Асқазанымызды ауыртқан шығармыз, иә, түрлі гастрит деген аурулар тапқан болармыз, бірақ соның бәрін тірнектеп жиып кітап жинауға арнадық. Сол жоспарым болды. Кейін үй салғанда бір бөлмемді арнайы кітапханаға айналдырамын, жұмыс бөлмем болады деген сияқты арман болды. Сол бір бөлмемнің бір жақ қабырғасына арнайы салған кезде соны сөре етіп салдым. Себебі мені қойған кезде бұл бөлме тарыла береді, ол шкаф қойған кезде. Сондықтан да мен мына жарды, арғы бөлме мен бергі бөлмені бөлген жарды сол кітап сөресі етіп пайдаландым. Бір жағынан жер үнемді болады жаңағы үйдің ішінде. Сол студент кезімнен бастап жинаған кітаптар көбі Атамұраның кітаптары болды, сатып алған. Кейін жаңағы көшелерден көп әжелер, кейуаналар, қариялар көшелерге шығып кітап сататын еді біздің студент кезімізде. Сол кітаптарды аралап жүріп, соның ішінде көп орысша кітаптар, бірақ қазақша кітаптар арасында сирек болса да кездесетін еді. Соны арзан бағаға сатып алатын еді. Енді Асқар Сүлейменов айтқандай, кітапта жинау мақсат емес, бастысы оқу деп. Ол жиналған кітап бәрібір оқылады үйде тұрғаннан кейін. Жиі қарап тұрасың, оқып тұрасың, бір дерек керек болғанда кітапханаға жүгірмейсің, содан пайдаланасың алып. Қазір енді ол сөрем толды. Қазір мен шамамен 1000 кітабым бар сияқты. Сосын енді екінші бір пәтеріміз бар, мүмкін соған көшіріп жатырмын. Бірақ енді үй толғаннан кейін, үйленгеннен кейін қазір енді мен кітап сатып апарсам келіншегім кішкене сөйлейді. Неге одан да азық-түлік алмадың, неге киім кешек алмадың? Кітаптың орнын киім, қағаздың орнын бұйым басқан заман ғой қазір. Қайыпхан деген ағайымыз болды сабақ берген. Соны айтайын деп сол кісі марқұм маған 3000 кітап берді. 3000 кітабын өзінің өмір бойы жинаған тірнектеп. Ағай бізге екінші курста көшіп келді. Ағайдың сол кезде үлкен портфелі болатын еді. Үнемі кітап көрнекілік есебінде үйіндегі кітаптарын әкеліп көрсететін еді. Мынау мысалға Бейімбеттің осындай жыл шыққан кітабы, мынау осындай жыл деп бір 4-5 Бейімбеттің кітабын алып келеді. Сол кезде ол кісінің кітапханасының бай екендігін біліп, кейін ол кісімен көшіп бітіріп кеткеннен кейін де маған ара-тұра хабарласып, Жандос қалың қалай аманбысың деп, жақсымын ағай деп. Сен қайдасың, жоғалып кетпе, қай жамада жүрсің деп, қай жерде жүргенімді сұрап қояды. Сөйтіп жүрген ағай, енді мен 2009-да бітірдім, 2019-да мені бір күні үйіне шақырып, мен саған кітаптарымды берейін деп едім. Сол 300 кітабын берді маған. Оның ішінде өте құнды кітаптар болды, көне кітаптар болды жаңағы. Кейін енді сол ағай содан кейін көп ұзаған жоқ, дүние салды. Мен енді сол ағай жайлы мақала жаздым, мұғалімнен қалған қымбат мұра деген. Оны марқұм ағайдың жолдасы кейін разы болды, ол кісі дүние салды мақаламды. Осылай кітап жинадым. Енді әлі де қазір жинаймын, бірақ бағанағы айтқандай талғам пайда болды. Бұрын енді талғамсыз жинай беретін болсам, қазір кішкене талғаммен, егер кітапханадан табылатын кітаптар болса, оны сатып алмауға тырысамын. Ал егер кітапханаға түспеген кітаптар болатын болса, оның енді бағасына қарамай облыста жоқ кітаптар болады. Мысалға мен сіздерге мысал келтірейін, сөзім дәлелсіз болмасын, көп сөйлеп кетсем кешіріңіздер. Хасан Оралтай деген азамат болды емес, көп айтты. Бұл кісі анау Шығыс Түркістаннан алып Түркияға баратын көшінің екінші көштің ортасында болған. Әкесі Қалибек Хакім көшті алып барған, ана Такламакан шөлінен өтіп, Лавнодор көлінен өтіп, Тибеттерге тоналып, Гималай асып, аспанда ауысқан өркен көш деген. Кейін сол кісінің мысалға елмайлап өткен өмір деген кітабы бар. Бұл кітапты көп оқуымыз керек, бәріміз оқысақ болады. Сонда мына Шығыс Түркістандық Жәркен шайырдың айтатыны бар ғой. Арыстанмен алысқан жолбарыспен жұлқысқан қасіретмен сенсің бұл күнде аяулы Шығыс Түркістан деп. Шығыс Түркістан жаттағылықта Шенненің құрамында. Оның қаншама батырлары болды. Оны Осман батырдың тарихын, оның бәрін біздер оқысаң, сай-сүйегін сұрқырайды. Соны мысалға елмайлап өткен өмір деген кітабы бар. Сол кітап, ең бай кітап қоры бар, осы жұбанымда жоқ. Мен себебі кітап қорларын көп ақтарамын, картотекаларын арайым, жаңағы сөрелерін көремін іздеп.
ол кітап тек қана Хамза кітапханасында бар мысалы. Жалғыз кітап екен облыста. Сондай кітаптарды іздеп жүріп, немесе кейбір кітап оқитын адамдардан сұрастырып жүріп табасыз. Ергөбек ағайымыз өзінің ұстазы Бейсенбай Кенжебаевтың мол мұрасын әсіресе осы кітапханасының егесі болып қалды ғой. Кейін ол Түркістанға барып, арнайы кітапхана ашты. Осы студенттерге, кәдімгі жалпы қауымға. Сол енді өзіңнің ұстазың біз көре қалдық, әріптес болдық, өте керемет жан еді. Қайыпқан Бөлекбайұлы саған кітаптарын сыйлауында үлкен бір сыр жатыр. Яғни ол сен бұл кітаптардың өзін өгейтпейтіндігіңді, екінші өмірінің сенің қолында жалғасатындығын біліп тапсырған ғой, аманаттаған ғой. Бұның өзі үлкен бір кешегі анау Бейсенбай ағамызбен үлкен әдебиетші ғалым, әдебиетті 10 ғасырға жылжытқан деп айтамыз ғой, бұлар әдебиетті 10 ғасырға жылжытқан Мырзатай Жолдасбековтің ұстазы тақырып берген осы көне түрік әдебиетінен зертте деп. Сол ғалымның бүкіл дүниесін, үйін барлығын кәдімгі өкіл баласы болып Құлбек Ергөбекте қалған ғой. Мен де бір Құлбек Ергөбектің інісі Сапарбек Ергөбекпен бірге болды, оқыдым. Сол Алматыға барған сапарымда сол жолдасы Нағима, қазір біз қайнаған үйіне кіріп шығайық деп, сол барсақ сол ағайдың үйіне, Бейсенбай ағайдың үйіне кірген екенбіз. Алматыдағы үйіне мен де сол есігін бір рет, шаңырақтың есігін бір рет мен де аштым Бейсенбай ағайды. Барлық дүниесін тастап кетті ғой, баққан, ағайды қаққан. Үйіне де атын аударып берген. Сосын Мариям Хакімжанның естеліктерін оқып отырсаң, сонда айтып, Мариям апайдың үстінде тұрған ғой, үстін қағуатында. Қай уақытта шығатынын біледі. Құлбек ағайдың жолдасы Бейсенбай ағайды деген кәдімгі уақытымен балконына шығарып, ауа жұтқызып, білеміз дейді, қай уақытта шығады. Сонан кейін екеуі хабар балкон арқылы сөйлесеміз дейді, Мариям Хакімжанова айтады. Осындай дүние көп, енді айта берсек әдебиеттегі балалар. Жақсы, сонда бір жақсы дәстүрді сен Ақжайықта міне жалғап жатсың, мақала жаздың, Сәуле апайымыз риза болды. Былтыр бізде қыз істеді ғой балалар, Назгүл. Білесіздер ғой, сол кісінің әкесі Қайыпқан Бөлекбайұлы деген бөлек бір тұлға еді. Бізді алғаш Алматыда оқып берген ағайын екеумізді Тайпақты істейді, жұмысқа шақырған болатын, директор болып тұрған уақытта. Біз оған бара алмадық отбасы жағдаймен, бірақ енді тағы да біз табыстырып 60 жас әріптес болдық. 60 жасын бірге қарсы алдық. Өзің әдебиеттен, қазақ әдебиетінің тест тапсырмаларын екеуін бірге құрастырдыңдар. Үлкен бір шәкірт пен ұстаз арасындағы шығармашылық үлкен одақ болды ғой. Ал енді кітаптары сенің үйінде өмір жалғасып жатыр. Мынау енді ұлы дидактиканың авторы Амон Каменский айтады ғой, оқыған дүниеңді 3 рет мәрте айтсаң, сен ұмытпайды екенсің дейді. Олай болса, осы оқыған дүниелеріңді кіммен бөлісесің өзің? Сондай бір орта бар ма? Олар кімдер? Енді абай айтады ғой, енді оқыған, естіген, көрген дүниеңді есте сақтау үшін көкірегің берік, байлаулы болу керек деп шығады. 4 түрлі нәрсе деп қара сөзінде. Сол сияқты оқыған дүниемді қажетсінесің, әдеби бір орта болса, әңгімелесетін адамдар болса деп. Енді достарыңның барлығы сен кітап оқи бермейді. Олардың кейде оқыған кітаптарын өзі әдеби емес, мысалға басқа бағытта болуы мүмкін, мотивациялық, психологиялық кітаптар болуы мүмкін, ғылыми әдебиеттер, іскерлік әдебиеттер болуы мүмкін. Сондықтан енді менің негізгі мақсатым жаңағы айтқан сол кітаптардың бәрін жинап отырып, мына кімнен оқып едім, Тоқтар Бейсқұловтан Бәйгелі Бейімбеттанушылар. Бейімбет ең соңғы ұстаулар кезінде түн ішінде келіп есігін қағып, жаңағы қара машинамен келіп НКВД-лар тұтқындаған кезде, сонда баласы, үлкен баласы Әукенге айтты дейді, Әукен, сен баланың үлкенісің ғой, мына бауырларыңа бас көз болып, анаңа қамқоршы бол, сосын менің кітаптарым саған аманат деп айтты. Сонда кітаптарын тапсырды. Енді кейіннен естідім, Пушкин өлер сәтінде ең соңғы сөзі, аузынан шыққан ақырғы сөзі, қош болыңдар достарым депті дейді, кітап сөресіне қарап. Сондай дүние, мен енді бауырым келіп отыр, немере інім, ағайын, екеуміз әкеміз екеуміздің ағалы інілі Ақсамат деген, бұл қалада өскен, енді мен ауылда өстім.
орыс тілін өте жетік біледі. Бұл жігіт көптеген кітаптар оқиды. Екеуміз бір-бірімізге кітап алмасып сол сырласамыз. Сен не оқып жатсың, мен не оқып жатырмын. Енді шыны керек бізде мына шетелдік шедеврлар дейді, әлемдік классика өкілдерінің көптеген кітаптары біздің қазақ тіліне мысалға Бальзак 90 том кітап жазған. 90 томның 90 tomы толық аударылған жоқ біздің қазақ тіліне. Аударғанның өзінде де оның барлығы бізде орыс тілінен аударылып кетті осы уақытқа шейін. Тек қазіргі кезде ғана түпнұсқадан аудару пайда бола бастады. Мысалы, Шыңғыс Мұқан деген ағамыз мазмұндама сериясы бойынша түпнұсқадан аударып отыр. Бұның барлығы бірақ негізі әдеби кітаптар емес. Іскерлік әдебиеттер, психологиялық кітаптар, мотивациялық кітаптар деген сияқты. Ал сондықтан да сол орысша аудармаларды Бальзак, мысалға Лев Толстойды көбін оқып тауысқан осы інім Азамат. Ол өте көп кітап оқыды. Соны барып отырсам, біздер сол кітап оқитын уақытымыз болады, Қамалды оқимыз. Соның ішінде кейін жүйе қоя бастадым да. Енді мына жастарға айтып өтейін, не болсын. Мотивация деймін. Басында жүйесіз оқылды кітаптар. Кейіннен, мысалға, мен өзім мынандай жүйе ұстадым. Биыл 2025 жылы ғой. 2025 жыл бұнда поэзиялық кітаптарды есептемеймін, өлең кітаптарын. Бұнда тек прозаларды есептеймін. Себебі поэзия болса, сен бір кітапты бір күнде оқып тастауың мүмкін, 500 бет зудырат оқып шығасың. Ал мына прозаны есептеймін, 2025 жылы 25 000 бет кітап оқуға мақсат қойдым. Бұл енді 2017 жылдан бастап арнайы дәптерімді алып келдім. Осылай жазған кітаптарын жазып отырып жоспар қоямын да. 2019 жыл мысалы қанша кітап оққан. Соны кітап жазамын, мысалы Қабдеш Жұмаділов соңғы көш диалогиясы 2 тома 1032 бет жазып қояды. Бұл прозадан. Өлең кітаптарды есептемеймін. Сосын мысалға Жаңабек Шағатай Қандағаштың шоқысы қасып повесі 198 бет. Осылай жазып отырмын. Әкім Тарази Мұстафа Шоқай романы 422 бет. Өстіп әр жазған сайын, осы дәстүрімді үзген жоқпын, осылай жалғастырып келе жатырмын. Содан келемде 2019 жылы 19 000 бет кітап оқуым керек еді. Бірақ кітаптың оқылатын уақыты қыста, қара күзде, сосын көктемнің бас кезінде. Ал қалай көктем шығып жер аяғы кеңейді, сен сыртқа шығасың, демаласың, серуендейсің, жаз болса құрылыс жұмыстары басталады деген сияқты. Жаз кезінде дұрысында кітап оқылмайды. Саяхатта жүресің, қыдырыстап жүресің. Сөйтіп, жылдың соңында 31 желтоқсан күні, 31 желтоқсан жаңа жыл менің негізінен есеп беру күнім болады. Есеп беру күнім болады. Абай айтқанда енді күніне, аптасына, айына, не болмаса жылына бір рет есеп бер дейді, есті кісілердің қатарында болсын. Сөйтіп өз-өзіме есеп беремін. Мына қазір программалар өте жақсы телефондағы. Қанша километр жүрдім, қай жерлерге саяхат жасадым, қанша қаржы таптым деген сияқты есеп беремін. Қандай жылдың жетістігім бар, қандай жоғалтқаным бар деген сияқты. Сол сияқты ең соңында мына беттерін санаймын тұрып, кітаптың беттерін. Мысалға 2021 жылы, 2020 жылы 20 000 бет кітап оқуым керек еді ғой. Мен қара 16 000 бет, 16 541 бет оқыған екен. Яғни әлі де неше мың жетпейді? 3,5 жетпейді, 4 000. Оны келесі жылдың еншісіне қалдырамын. Келесі жыл 21 жылы 21 000 бет кітап оқуым керек қой. Оған қосу өткен жылғы қарызым бар. Соны қалдырамын. Сосын келесі жылы одан көбірек ұмтылу olsun. Бірақ енді бұның бәрі орындала бермейді, жетістікке жетем деп айта алмаймын, бірақ сонда да бұны үзіп алмауым керек, талпына беруім керек. Сондай дүние, енді оқырмандар клубы бар, мына Жауһар деген қалалық кітапханада жақында ашылды. Сол Жауһар оқырмандар клубына да осындай талқылаймыз. Негізі оқу бөлекте оны түсіну бар, сосын оны талқылау бар. Біздерге осы талқылау керек. Оқығаныңды айтып бөлісіп отыратын, есте қалу үшін жаныңда сондай өзің сияқты жаныңа жақын жандар болған жақсы да. Мысалға мен бауырыммен бөлсем, менің келіншегім жамандағаным емес. Ол кісі қазір кітап оқып жүр. Кітап оқып болғаннан кейін менен сұрайды, енді қандай кітап оқуға кеңес бересің, немесе қай кітапты ұсынасыз деп. Мен беріп отырамын оған кітаптарды.
сосын мына балаларға оқытып жатырмын. Бастысы бағанағыдай ой келеді. Мына кітапхананың ертеңгі мұрагері жаңа жинаған кітаптарына кім болып қалады. Сол сияқты енді көп Қорқыт да айтатыны бар ғой, мысалы қонақ келмеген үйдің құлағаны артық деп, кітапсыз үй жансыз дене сияқты деген. Сондықтан да мен талай енді достарымыз бар, таныстарымыз бар, кірше шыққысыз сыңғырлап тұрған коттедждерға барамын, 3 қабатты жайнап тұратын небір жиһаздар. Бірақ соны барған кезде бүйтіп көзін сүзіп отырасың да, бір шкафының ішінен, бір серванттың ішінен бір кітап тұрса екен деп бүйтіп қарайсың да. Бірақ енді сондай кезде кітап таба алмай қаласың да. Сондықтан да енді тағы бір есте қалдыратын дүние бұл мынау жазу. Жазып оқу. Қайталау негізі білімнің анасы дейді ғой, адам бәрібір ұмытылады. Кітапты сызып оқитындар болады. Сағат Әшімбаев деген өте бір оқырман, сыншы әйгілі болған. Ол кісі кітапты сызып оқыған астан. Түрлі түсті бояуға. Ол да жақсы. Бірақ енді менің негізгі бір әдісім бұл мына жазып оқу. Жазып оқу деген осындай қалың дәптерлер бастап қоямын. Мен бұны тек үйдегі қолыма түскенін алып келдім. Мына 3 дәптер, мынаның бәрі толып тұр. Сосын мына дәптерлерім. Осылай қалың дәптер бастаймын да, бұны да бертін келе бастадым. Кітап бір дәптерді бастап қоясың, сосын жазасың. Мысалға бір кітапты оқып отырасың, жаңағы айтқандай 1000 беттік бір кітапты оқисың, ішінен тек қана бір сөз, бір тың тіркестер болады, бір жақсы ойлар болады, бір қанатты сөздер болады, немесе бір тұлғалармен танысасың да, соны бағанағы бетіңе жазып аласың. Жазып оқыған менің жеке өзімнің есімде жақсырақ сақталады. Кейін осы кейбір 1000 беттік кітаптар оқисың, ешбір жазып алатын дүниелер болмай қалады. Немесе кейде бір кітапшалар оқисың, 70 беттік, жартысын көшіруге тура келеді дәптердің. Себебі оның ішінде құнды деректер болады. Осылай жазып, мынау енді бір жүйеленбеген, бұның ішінде бәрі бар. Тек қана енді әдеби кітап оқи бермейсің, діни кітаптар оқисың, тарихи кітап, танымдық кітап, жаңағы мотивациялық кітап оқисың, шешендік тануға байланысты, тәрбиеге байланысты. Осының бәрі мынаның ішінде араласып жатыр. Сосын бір кезде керек болады, бір шаралар өткізген кезде, осы сөз шараны жүргізу кезінде менің сөзіме тұздық болады деген кезде, мен соны мына кітаптан оқыдым ғой, сол керек бір жерге жазып алдым ғой деп, осының бәрін отырып қайтып оқисың. Оқып отырғанда соның бәрі жайлап есіңе түседі, кейін қайталап оқып отырған кезде. Енді мысалға жаңа Ақселеу ағайын айтып отырсыз ғой, Ақселеу Сейдімбек мысалға өте сері 8 қырлы дейді ғой. Қазақтың сондай сөзі бар, ол 8 қырлы адам болған ғой. Өзі домбыра шапқан, менің шапқан домбырамен Мағауия Хамзиндер күй тартты деп айтады. Өзі таспа тілген, өзі өрме тоқыған, қамшы тоқыған, өзі шебер, өзі ісмер киім тіккен. Сол айтады, мен мына саусағым сүйірленгенше жазам дейді, көзім талғанша оқимын дейді. Одан әбден жалыққан кезде басқа дүниемен айналсам дейді. Жаңағыдай домбыра шабады, немесе киім тігетін сияқты. Сол сияқты енді кейін басында осылай отырып оқыдық, өзіміз жазалап жаңағыдай. Лев Толстойдың әйелі Софья Андреевна айтатын бар ғой, мені таңып байлап тыста дейді екен. Мына жерге әкеліп суымды қой, сосын мені орындыққа таңып байлап тыста да есікті жапты. Сосын маған алаңдама, маған келмеді, мен жазуым керек деп. Сонда енді жазу керек болса, ол да отырып жазалады ғой, байламай. Бірақ көріпсіз бәрібір мәжбүрлеу өз-өзін. Мысалға Нұртас Оңдасынов сіз айттыңыз екен, апай. Нұртас Оңдасынов деген бір күнде алғанда орнынан түсіп қалған адам да, лауазымды қызметте. Мысалға үйінде отырып таңертең шығып кетіп, таңертең тұрып зейнетке шығып кеткен адам ғой. Келіншегіне айтады екен, кемпіріне, менің киімдерімді дайында жұмысқа баратын. Ол кісі туфлиін бәрін сайлап қояды, дайындап қояды, өзінің жеке бөлмесі бар. Мен жұмысқа кеттім, сол бөлмеге кіріп кетеді екен де. Түс қайтады, түстік кезінде бөлмеден шығады екен. Ал мен түстікке келдім. Түстік асын ішіп алады да, қайтадан мен жұмысқа кеттім деп анағы бөлмесіне кіріп кетеді де, содан кеште шығады екен. Сөйтіп жүргенде ол кісі 2 томдық жазады. 2 томдық арабша, қазақша түсіндірме сөздің 2 томдығын жасап шыққан адам. Сөйтіп өзіңізді мәжбүрлеу керек болады кейде. Енді ана
адам күніне 4 азыққа мұқтаж болады. Ақыл азығы оқу, рух азығы ғибадат, дене азығы спорт, асқазан азығы тағам деп жазып қойған екен мына жерде. Енді мына бауырым Азамат көп дүниеге енді көзі ашық. Мені мына шаңғы тебуге үйретті. Қыс мезгілі осы біздер асыға өтеміз, сол шаңғы тебумен шұғылдан. Сол сияқты менде енді шұқшиып кітап оқи бергеннен де адам шаршайды ғой. Ой бөліну керек, сергу керек. Мен жаннарға да айтамын, көп оқи берме жаңа. Серуенге шық деген сияқты. Сол сияқты шаңғы тебу. Басында енді ол зыр етіп жоқ болып кетеді. Мен қалам, терге мағалшын. Ешқандай бір рахатын сезінген жоқпын. Бірақ көбіміз психологтар дәлелдеген екен, адамда ашылу деген болады екен. Сіз басында бірден кіріскен кезде ол сізді қызықтырып алып кете алмайды, сіздің қабілетіңіз оған ашылмайды. Бірақ кейін оған зейін қоя бастағанда, оған жаңағы айтқандай мәжбүрлеуің бар, оған өз-өзің талаптандыруың, ынталандыруың бар, бәрібір бір нең ашылады екен, қабілет. Сол сияқты кейін мен енді шаңғышылар арасында, мысалы журналистер арасында шаңғыдан бірінші орын алдым. Үнемі Хантоғайына барсам, Ғайсағали ағай жүреді. Иә. Биыл жазыпты ғой. Иә, Ғайсағали 300 шақырым дейм, 200 шақырым жол жүрдім депті. Көрдіңіздер ме? Биыл қыс бойы 200 шақырым жол жүрген. Сол сияқты енді бауырыммен велосипед деп еді. Мысалы марафондарға жүгіреміз екеуміз. Жайлап мына недегі қалада болып отырған марафондарға жүгіріп жүр. Ол енді Ордаға барып, Орда марафонына жүрді. Алматыға барып жүгірді енді 20 шақырым берген сияқты. Сол мен мысалға аяқ жүгіру кезде шығып алып бет алып жүгіре беру емес, одан аяқты кетіреміз деп. Оның аяқтың қою техникасы бар шын. Ғабит ағай айтып еді, мен әдебиетпен тілден жалыққан кезде криминалистикамен айналыстым деп. Сол сияқты енді кейін қазір біздің қызығушылығымыз альпинизмге. Азамат бауырым сол Алматыдағы шыңдарды бағындырып жүр. Талғарға шыққан жоқ деп ең биік шың Алатау. Ненің Алматыдағы бұлақ Шымбұлаққа шықты, Фурмутқа шығып көп кешеді. Сол сияқты ендігі біздегі қызығушылық осы шыңдарды. Сол бағытта мысалға альпинистік бағыттағы қазір кітаптарды оқисың. Мысалы кеше Бүкіревтің кітабын оқып шықтым, Анатолий Бүкірев, иә. Қазақ тұңғыш Эверестті бағындырған қазақ. Әлемде 8 мыңнан асып 14 шың бар, оның 10-ы Гималайда, 4-еуі Қарақорымда деген сияқты. Негізі мына дүниенің қызығушылығы өте көп те, бірақ соны біздер шама шарқымыз келгенше соған әуестенуіміз керек, үйренуіміз керек, соны байқап көру керек деген сияқты. Жақсы рахмет. Олай болса, әніңе сөз сенің мақтауын жеткіздің. Баршаға қайырлы күн. Есімім Азамат, тегім Хамза. Жаңағы әкелеріміз ағайынды Жандостың немере інісімін. Жандос ағам айтып кеткен шешендік қалыптасады деп. Бізде енді шешендік қалыптасқан жоқ. Сондықтан да мына спикердің сөз саптауы ағасында емес деген сияқты сұрап отырмаңыз. Бала кезімнен менің орысша айтқанда математический склад ума дейді ғой, математикалық ойлау қабілеті жақсы дамыған. Енді кітап оқуға қалай келдік деген сұраққа жауап беретін болсақ, онда мен білмеймін, бірақ бірінші кітабымның аты есімде. Бірінші кітабымның аты «Мы были первыми» деген кітап болды. Ол кітапты мен қайдан алғанын есімде білмеймін. Сосын көрші апай болып, тетя Таня деген, ол кісінің үйінде бір рет менің құлағым ауырып, заговаривать етуге мамам апарды. Орыстардың емшісі сияқты кісі ғой. Сол кезде кірген кезде оның жарында үлкен кітапхана көрдім. Қызыққаным сонша, тетя Таня, дайте мне книгу читать. Бізде үйде кітап болған жоқ. Тетя Таня, дайте мне книгу читать. Ол кісі береді маған, мен оқимын, сосын апарып беремін. Сөйтіп кітап оқу қалыптасты. Жаңа айтып отыр ғой, Ғабит ағай деп. Ғабит ағайдың жолдасы Іңкәрбай қызы маған мектеп мұғалімі болды. Мектеп кезінде мен қазақ тілінен олимпиадник болдым. Мен облыстық олимпиадаларға қатысып жүрдім. Қалалық олимпиадалардың жеңімпазымын бірнеше рет. Сол маған ол кісі, мен қазақша оқығанды көп ұнатпадым. Жалпы есейе келе кітап оқуға, бала кезімде бір қызығушылық болған шығар, бірақ есейе келе кітап оқуға деген қызығушылығым кішкене кемей бастады. Бірақ та Іңкәрбай қызы маған олимпиадаға қатысатын болғасын, сен мына классиктің шығармасын, оқытып қояды. Оқисың, келесің, түсінгеніңді айтасың, себебі олимпиаданың ішінде шығарма жазуы бар, сен сөздік қор жинау керексің, байлық жинау керексің. Содан енді
іңкәр өтебайқызы да бітті, мектеп те бітті, кішкене кітап оқуымызды қойып кеттік. Бірақ ағам жаңағы ауылдан келіп мана айтты ғой, электрик оқуын оқып жүріп осы кітап осы жерде отырып кітап оқып кешке үйге келіп кітап оқуын жалғастыратын еді. Сонда абай жолын жағарысып оқыдық, бір-бірімізден тығып оқимыз, қай бетке келгенімізді көрсетпес үшін жаңағындай басқа жерге закладканы басқа жерге тастап кетеміз, ана кім қалып батыр кім озып батыр білдіртпеу үшін. Сөйтіп ағам менің кітапқа деген дағдымды махаббатымды қайта оятты. Мен сол кезде Моби Диктен бастаған шығарым, әлем классиктарын оқып бастадым. Әлем классиктарын мен орысша оқыдым, себебі біріншіден әлем классиктарының шығармалары қазақ тілінде аз болды. Екіншіден олар аударманың үстіне аударма жасалатын болды. Оригиналдан түпнұсқадан жазылмайтын еді. Мына Франсуа Rabelais'ның енді 16 ғасырдың кітаптарынан бастап бүгінгі күнге дейін жазылған кітаптардың классиктарды оқып бастадым. Содан мен де осындай дәптер жүргізіп бастадым. Бірақ менің дәптерім 287 кітапқа келгенде бітіп қалды. Ары қарай мен жазғым келген жоқ. Себебі ары қарай мен оқи бердім. Бүгін жаңа мында келердің алдында мен де дәптерімді ақтарып шықтым. Қарасам 287 деген санға келіп тоқтаған екен. Ол барлығы әлем классиктары. Мана айтып отырар Бальзагы бар, несі бар, оның барлығын да оқыдық. Бірақ мен тағы да бір жақсы көретін нәрсем бала кезімнен «Что, где, когда» передачасын қараған жақсы көретінмін. Және «Что, где, когда» передачасында бірде бір сұраққа жауап бере алмайтын, себебі ондағы факттер мен оқып отырған кітаптардың ішінде болмайтын. Ол тек қана көркем әдебиет болатын. Сол кезде олардың не оқитыны мені қызықты. Содан мен «Белая гвардия» жазған бір рет мынандай не болды. Осы кітаптан алынған, ол кітаптың атын жазып аласың, осы библиотекаға келесің, картотекада ол болмайды, сосын қалады солай. Сосын білдім, «Белая гвардия» деген 1960 жылдан бастап, 64 жылдан бастап баспаханада «Эврика» деген кітаптар сериясы шығады. 344 кітаптар сериясы, мен оның бір 60-70%-ын оқыған шығармын. 70-80%-ындай оқыдым деп айтайын. Оның ішінде мен көптеген қызықты факттер, мысалы көкектің көкек жұмыртқалардың 900 түрі бар. Ол басқа құстарға жұмыртқасын ұқсатып салады. Ондай факты мен бірде-бір әдебиеттен кездестірмедім, бірақ «Эвриканың» ішінен кездестірдім. Оның ішінде адам денсаулығы, биология, космос, психология, мысалы мен Гагаринді «Аспанға ұшқан» білемді, кітап оқып жазған білмейтін едім. Соны «Эвриканы» оқыған кезде Гагариннің «Космос и психология» деген кітабымен танысып, жалпы космонавттардың, ғарышкерлердің айтады ғой, денсаулығы ғарышкердікіндей, здоровье как космонавта деп. Бірақ та космонавттардың ең басты дайындығы физикалық дайындығы емес, психологиялық дайындығы екен ғой. Себебі аспанда жалғыз қалып қойған кезде ең қиыны ол жаңағы психологиялық мәселе деп. Сондай психология, тарих, мысалы майя, инк, шумер тарихы, сондай факттермен таныса бастағаннан кейін мен көркем әдебиетті оқуды мүлде қойып кеттім. Солженицындарды оқып бастаған кезде менде саяси көзқарас жаңағындай қалыптаса бастады. Мен түсіне бастадым. Сосын ол кітаптарды оқи бастаған кезде мен кейін оның алдында оқылған көркем әдебиет кітаптарының мағынасын түсіне бастадым. Себебі Франсуа Rabelais'ның кітабын оқыған кезде маған ол трэш көрінді. Бір енді ол сөздің ұяты жоқ, кітапта жазылған нәрсе ғой. Мен бес жазған үлкен алыптың әппақ қазды алып артын сүрткені деген сияқты мен үшін ол мен оқимын, маған анау не жазып қойған мыналар деп 16 ғасырдың әңгімесі осы ма деп. Кітап ары қарай мына «Эврика» сериясын, Солженицындарды жаңағындай оқып бастаған кезде мен кітаптың негізгі мағынасын түсіне бастадым. Себебі ол кезде олар сол сатира арқылы билікті сынау. Мысалы мен әдебиет өмірдің айнасы дейсіз. Иә, 3 кітапты атап өтейін. Әлемдегі ең үздік шығарма. Ол Антуан де Сент-Экзюпери «Кішкентай ханзада». Екінші орында Харпер Ли «Убить пересмешника». Маған ол кітапты оқыған кезде «Убить пересмешника» маған ол қатты ұнады. Мен пойызда отырдым, сол пойызда кетіп отырғанда ана кітаптың ішіне кіріп кеттім. 3 күннің ішінде Алматыға дейін жол болды. Алматыға дейін кітапты оқып бітірдім. Бірақ оның
мағынасын түсінсем де, ол кітаптың сол кездегі Харпер Лидің азаматтық белсенділігі екенін түсінбедім. Бірақ та Солженицындардан кейін мен оның 1930 жылы қара нәсілді адамдарға жасалып жатырған дискриминацияға қарсы өзінің азаматтық белсенділігі екен. Одан соң ол 1960 жылдары Пулитцер премиясын алады. Сол шығармасы үшін жалпы бір ғана кітап жазып бестселлер жасаған жазушы Харпер Ли. Содан соң 1915 жылы «Убить пересмешниктің» жалғасы 2015-те жазылады, бірақ ол ондай не жасалмайды, 16-та ол кісінің өзі қайтады. Және үшінші кітап ол Робертстің «Шантарамын» айтамын. Себебі ол «Шантарамды» да осы кітапханадан алып оқыдым. Кітапханадан алған кезде қызық болды. Кітапханадан кітап алған кезде мына жерде жазу болмаса мен қатты қуанамын. Себебі бұл кітапты мен бірінші алған боламын да. «Шантарамды» қолыма алған кезде сол жерде осындай ешқандай жазу болмады. «Шантарамның» ең бірінші оқырманы болдым. Тек бүгін келген кітап деп. Сосын берді маған кітапты. Кітапты алдым. Үйге барып «Шантарамның» бірінші бетін бастап оқығаннан бастап. Содан соң мен былай кірістім. Мысалы мен кез келген кітаптың алдында бірінші рецензиясын оқимын. Талғам пайда болады деп айтты ғой. Шынында кітапқа деген талғам пайда болады. Сен кітапты таңдау білесің. Басында мана айтқан көркем әдебиеттердің барлығын қазып, ананы биткен кірпіштерді оқып бастағанда бірден соң бірін оқи бересің ғой, бірақ талғам пайда болған кезде сен ізденесің. Ол жазушы кім, оның саяси көзқарасы қандай, ол жалпы осы кітап жазардың алдында немен шұғылданды. Сол кезде мен Робертстің бір азынша кішкентай ғана өмірбаянымен танысқан болатынмын. Сосын енді Робертстің өмірбаянын білем, «Шантарам» туралы естідім. Кітап қолымда. Алып жатып кітапты оқып жатырмын. Кітапты оқып жатқан кезде телефоным шырылдайды. Телефоным шырылдап, жаңағы кітапхана қызметкері екен. Маған кітапты әкеліп бересіз деді. Жоқ, әкеліп бермеймін, неге әкеліп беремін? Шамасы біреулер заказ беріп қойды. Мен білмеймін қалай болғанын. Мен айтады, кітапты точно әкелесіз бе кітапты? Жоқ, точно әкелем, бірақ 10 күннен кейін әкелем. Анда жазылған ғой 10 күннен кейін деп. Бірақ 10 күннен емес, ана кітаптан қызыққаным сондай. Мен кітаптың ішіне кіріп кеттім. Кітаптың ішіне кіріп кеткенде ол былай жазылғанда өзінің өмірімен болған оқиғамен және ойдан шығарылған оқиғаны араластырған сондай, оның өмірі қай жерде басталып, оның өмірі қай жерде аяқталғанын түсінбей қалдым. Оның ең бірінші абзацы түрмеден қашқанда, ана төбеде балыққылармен кетіп батырғанда, мен өзімді бір балыққылармен жүріп батырған адам сияқты сезініп, сол еще балыққылардан уф деп забордан секіріп түскен кезде мен телефон шырылдап кітап тауып бер дейді маған кітапхана. Конечно, апырмай, мен түрмеден жаңа шықтым. Солай сондай кітап оқу енді менің жаңа айтып кеткен математикалық ойлау қабілетім менің дамыған еді ғой. Сондықтан да инженерлік кітаптар және соңғы кезде зерттеу кітаптары, мысалы «Черная нить Казахстана» деген сияқты кітаптарды көп оқитын болдым. Маған зерттеу жұмыстары, көркем әдебиетті қазір көп оқымаймын, бірақ енді өтірікші болмайын, қазір қолыма Дракуланы ұстап отырмын. Көркем әдебиет Брем Стокердің, бұны мен орыс тілінде оқыған едім. Қазір ағылшын тілін оқып отырғандықтан мен қазір кітаптарды в оригинале оқып бастадым. Сондықтан да жаңағы төменнен кітабымды алып келіп неден ұзарттым. Бірақ 3 жыл бұрын көркем әдебиет пайдалы емес деп айта алмаймыз. Ол менің 3 жыл бұрын мен мамандығым инженер. Мен инженер құрылысшымын. Жобалар жасайын, үлкен мектептердің жобалары, үлкен үйлердің жобалары, бас инженер болып қызмет атқарамын. Бірақ 3 жыл бұрын мен өзімнің мамандығымды ауыстырамын деп шешім қабылдадым, және қазір мамандық ауыстыру үстіндемін, сол процестемін. Журналистикаға келіп жатырмын. Документалистикада істеген жұмыстарым бар, 2 документалды, 2 деректі фильм түсірдім, дата бойынша зерттеу мақалаларым жарияланып жатыр. Бірақ айтайын дегенім, менің шығармашылық қабілетім ояна бастады. Яғни кітап оқу тек қана бір сөздік қор қалыптастыру, немесе жаңа фактілермен танысу, мысалы Эврика сияқты, немесе Шантарамдағы сияқты бір кітапты сезіну емес, ол шығармашылық, мысалы математикалық
математический ума дедім ғой, сондай математикалық ойлау қабілеті қалыптасқан, туа біткен адамда шығармашылық қабілетті дамыта білді. Сондықтан да жаңа қабілет алуларыңыз келсе, кітап оқыңыздар, көп оқыңыздар, өздеріңізді жаңа қырларыңыздан көресіздер. Жақсы, бір-біріңізді толықтырады екенсіздер. Солай емес пе? Бір-бірімізді толықтырамыз, толықтыра кетейін. Сол хабарласқанда да кездескен кезде де аман сол сұрасқаннан кейін бір-бірімізден сұраймыз ғой, не оқып жатсың деп жаңа. Мен енді мына көбінесе қазақ әдебиетін оқыдым. Әлем әдебиетінен енді мен Шыңғыс Айтматовты толық оқып шықтым деп айта аламын. Соңғы Таулар құлағанда деген роман бар екен, Кассандра тобыры деген роман бар екен. Сол екеуі қолыма түскен шыны керек. Ары ғана Жәмиласы, ғасырдан да ұзақ күні, Ақ кемесі, басқасының барлығын, тіпті Қозыбашымыз ағамыздың заңын бәрін оқыдым мысалға. Сол мысалға әлем әдебиетін мен оқығым келеді, көбінде біздерде аударма жоқ та. Сол кезде мен Азақанға хабарласып жаңа сұраймын ғой, ал сен мына Бальзакты оқыдың, мына қай шығармасын оқиын, қайсысын аудармадан оқиын деп жаңа. Сөйтіп бір-бірімізді толықтырып отырамыз да. Абай жолы эпопеясын оқып отырғанда Құнанбай қажы Абайға айтады ғой, мен саған семейден алдыртқан кітаптарымның бермеймін. Егер берем, егер соны тек қана өзің үшін оқымай, жан-жағыңа таратсаң ғана берем деген талап қояды ғой. Ал қазір біздің баламыз келіп отыр екен. Осы балаларға, үйдегі балаларға, өзіңнің бүлдіршініне, мына отырған студенттеріне қандай талап қоясың? Өзім деген адамнан адам көп нәрсе талап етеді ғой. Өзім дейтін жақсы көретін адамнан сен енді бір жақсы көрмесең, болашағынан үміт күтпесең, одан көрініп тұрады да, ешқандай ештеңе талап ете алмайтын. Мысалы мен көп жағдайда келіншегімнен көп нәрсе талап етемін мысалы. Сол сияқты енді балаларымнан да көп нәрсе талап етемін. Басында енді бәрімізде де қателік болады ғой, сол қателіктен кейін тәжірибе жинайсың, содан түзелесің, нәтиже шығарасың деген сияқты. Мен енді екі тұңғышым көрінген кезде мына екі баланы, екінші ұлым, екінші балам енді ұлдың үлкені, есімі Әлихан. Енді Алашпен ауырдық қой бәрімізде, Тұрсын Жұртбайды оқыдық, Алаш тақырыбын толық демей-ақ қояйық, бірақ енді көп оқыдым. Сол кезде енді Әлиханның бейнесіне, оның жаңа ел үшін еткен еңбегіне. Әлиханнан сұрайды ғой енді, Смахан төре соңғы келгенде осы қазаққа бір адамдай қызмет еттіңіз, осы қазақтан не күтесіз деп. Сонда айтады ғой, қазақтан маған тек 2-ақ метр жер болса жеткілікті, өлген кезде жататын деп. Көрім болатын 2 метр жер болса деп. Сөйткен қазаққа шетелге 2000 гектарлап кете отырған жер Әлиханға да бұйырмай қалды ғой дейді. Сөйткен енді Әлихандай болсын деп Жұмекен Нәжімеденовтің айтаты бар ғой, ұлымызға таңдадық, ұлы көрсең сол ұлыға ұқсап бақ, ұлымызға таңдадық біз, ұлы есім тым құрса есімдері кетпесін деп сақтады. Ұлыңа мүмкін зиян шегерсің, мүмкін пайда, ұлыңа ат қойсаң да ұлтыңды ойла деген дерек жазып алған екен бір кітаптан. Сол сияқты енді Әлихан. Оны қай кезде жазыпсың? Отбасы болғанға дейін бе, кейін бе? Отбасы жалпы болғанға дейін жазғансың, иә? Көрдің ба, сонда нәрсе тұрады балалар, иә? Сосын ол іске асады. Сосын енді кейінгі көрінген қыз баламда Әлімхан Ермековтің қазақтың жерін сақтап қалған Лениннің алдында 8 сағат бойы сөзінен Ленин сүріндірген деп айтады. Сол Әлімхан деп қойдым кейінгі көрінген балаға. Қызым тұңғышымен Арунас, кейінгі көрінген қызыма Аянас деп есімін қойды, енді оны қызым қойды. Сол сияқты енді бұл балаларының екі үлкенінен көп нәрсе талап етті. Бұлар енді Мағжандай болсын дедім бетті, 4 жасында бұларға харп танытып, 5 жасында кітап оқытып, зудыратып жаңа. Бұл енді рекордтық көрсеткіш деп келіп жүрді. Алғаш нөлевой мектеп алып даярлыққа барған кезде, қатарластар әріп танымаған кезде бұлар кітапты зудыратып оқуды жаңа. Абай оқуларына қатысып жаңа Абайдың 15 өлеңін, 2 әнін жаттау толық нұсқада. Сондай бұл балаларға өте көп талап қойды. Кейін енді ойлана бере ойлайсың, әр адамның шегі бар, жас ерекшелігі бар деген сияқты. Енді әлі де көп талап қоям. Жан-жақты тәрбиелеуге тырысам. Соның ішінде кітап оқытып, өзім оны қадағалап отырамын, үнемі. Келгеннен кейін сұраймын, не оқып жатсың? Үзінді айт маған ән жерінен, мін жерінен деген сияқты. Нешінші бетке келдің деп.
олар қазір дәптерлері бар, мен сияқты қызымның өзінің оқыған кітаптарын жазып қояды, жылдың соңында санайды, осындай жоспар құрады, осындай жыл осындай кітап оқимыз деп. Сонымен қатар өлең жаттатамын. Енді балабақшаға барған кезде кейбір нелерге көңілім толмайтын еді, тәрбиешілерге. Мысалға, әртүрлі мереке мейрамдарда не ұйқасы жоқ, не мағынасы жоқ өлеңдерді береді. Олар интернеттен қарап ала қоя ма тәрбиешілер. Енді мен оған айтам, не мағынасы жоқ, мына өлең жаттап бар деп. Апай енді Асқар Жұмаділдиевтің айтатыны бар ғой. Келіп есеп шығарады дейді балам. Сосын айтам дейді, мына есеп бұлай шықпайды, бұлай шығады деп соны көрсетіп берсем айтады дейді. Әкесі сен білесің бе, апай білер ме деп. Енді әкесі деген академик қой, енді математика, ол кісіден асқан математик бар ма біздің мемлекетімізде. Енді апайы деген енді бірақ көріп тұрсыздар ма, балаға бәрібір қанша ұстаз деген ықпалы, иә. Сол сияқты енді жоқ, апай ол өлең жатты деп айтқан жоқ маған. Мына өлең жатты деп айтты, мен соны жаттаймын. Сонымен апайын шығамын. Жек көрінішті боласың, кейде енді жұмысына араласқан сияқты боласың әртүрлі. Бірақ сондай талаптар болады. Талап қоюдың да қиын жерлері бар екен жаңағы. Талпыныстарың өте құптарлық екен, балалар. Болашақта сіздерде енді күні ертең биыл 3-ші курссыздар, күні ертең Алла осы Жандос ағайларыңыз сияқты ата-ана боласыздар, сіздерде әке боласыздар. Міне көріп отырсыңдар, үйдегі дүзгін кімде екен? Үйдегі дүзгін кімде? Ер азаматта дейді Димаш. Ағайыңды екен, сонда сенде болу үшін сен бәрінен де биік тұруың керек. Сен оны тек қана биікпін емес, сен оны өзің істеуің керек, алдымен өзің көрсетуің керек, солай емес пе? Өзің көрсеткен дүниені ғана басқа адам қайталайды. Енді өзің істей алмаған нәрсені біреуден талап ете алмайсың ғой. Міне бұл жағда көптегенде дүние бар екен. Жақсы, ал студенттеріміз, сіздер енді 1-ші курстан бастап оқып жатсыздар ма? Жандос ағайларыңызда? Ал сіздерге қандай талап қояды? Өздеріңіз айтыңыздар енді. Енді ағайдың бізге сабақ берген стилі ең әуелі халық ауызеті деген пән бізде басында жүреді ғой, арнайы пәндер. Халық ауызетімен қазақ әдебиетінен ал осы кісіні бекітті. Мен бірден білдім бұл кісінің ұлы кісі екендігін, өйткені аудиторияға кіргеннен өзінен бастап біздер ана жырауларды оқытқан кезде тіпті қобыз сарыны озылатынын білмей келдік мектептен. Ал қобыз сарын алдаспан түртіп алып отырдық. Одан іздеп келетін болдық. Әйтеуір балаларға мектепке қосатын бір дүниеміз болды. Әдебиеттен бір жақсы қаруланғандай болдық. Жалпы жауһарлармен жақсы таныстық. Енді ағайдың менің бір өзім енді көп сөйлемейін айтайын. Бірден ол менің ең мектептегі жақсы көргенім ол актер болып өтті. Негізі. Бірақ менікі бірден мұғалімдікке ауысып кетті. Себебі мен мұғалімдердің сабақ беру стиліне қарап, оқушыларды ғана жақсы көре бастадым. Өзім жеке бала оқыттым, содан үйрендім. Ал актерлікте мұғалімнің бір қыры ғой. Осы қырым жабылып қалар ма екен, не істеймін енді, мұғалім болсам кеттім ғой енді деп бір жерде. Бір әйтеуір ілініп салып жүреміз ғой деп. Сөйткенде ағай менің актерлік қабілетімді одан сайын шыңдай түсті. Мұнда келген сайын әрбір көрініске сөзімді өзі жазып береді. Иә, сөзінің енді айтарым жоқ, соған ешқандай сөзім жоқ ағайдың жазғанына. Ағай айтады, енді осыны жаттап шеше, жаттап ал шеше. Ағаймен өз сөзімен айтамын деп. Ағайдың сөзін перефраз жасап, өзім сөзіммен талай ауыстырып айттым. Бірақ ағайға бір үлкен алғысым, ол менің актерлік қабілетімді сөндірмей, одан әрі қарай жандырғаны. Енді Жандос ағай бізге 1-ші курстан бері бірінші қазақ әдебиеті пәні, одан кейін қазір әдебиетті оқыту әдістемесі деген пәннен сабақ береді. Ағайдың ізденімпаздығы, жаңашылдығы үнемі біз бір сыныптан тыс шара өткізсе де бізге идея айтып, мысалы Мұқағали Мақатаевқа арналған поэзия кешін өткіздік. Балалар білесіңдер, мысалға үнемі екі жүргізушінің болуы, жаңағыдай өлеңдердің оқылуы жиі қайталанатын шара. Енді біз басқа нәрсе ұйымдастырайық деп ағай керемет идея тастады. Сонда ағай не істейміз дедік, ағайдың бәрі ағайдың айтуымен болды. Осылай жоғарыға қарапайым безендірудің өзін ерекше етіп жасағысы келді. Ағай онда Мұқағали Мақатаевтың суреттерін жоғарыға іліп, бізге де осы шараны безендіруге группа болып бәріміз атсалыстық. Сол кезде біреуіміз мысалы Мұқағали Мақатаевтың әрқайсымызға ағай талап қойды. Ертең сұрайын, осы өлең әрқайсыңа кім қандай өлең жаттады? Кітаптан алдыңдар ма, әлде интернеттен алдыңдар ма? Сөзі қате болып кетіп жүрмесін. Соның бәрін қарайды, сосын тұрып бір айтамыз жаттағанымызды, жаттамағанымыз келесі күн жаттап келеміз. Солай бір шараның өзіне ағай тыңғылық
тыңғылықты ізденісті талап ететін, және айтқанда да мысалға жүріс-тұрысымызға дейін айтатын, қалай тұрасыңдар, кімнен кейін кім шығады, ретті қараңдар. Мысалға әуен тек бірыңғай өлең оқу емес, арасында ән айтамыз. Мысалы Тұрсын ән айтса, одан кейін сендер тұрып қалмаңдар, қайырмасына қосыңдар деген секілді. Соның барлығын жаңаша ой айтып жүреді. Және мен ағайға бірінші курста айтқан, аға мен сіз секілді әдебиетші болғым келеді деп. Сол кезде өзім көбірек Оралхан Бөкейдің шығармаларын оқығанды жақсы көремін. Соның ішінде аға айтқан, өз отыңды өшірме, өлең жайында жазған кітаптары бар. Және көбіне бізде Жанболат Аяру шетел және әлем әдебиеті кітаптарын көбірек біледі. Енді олардан да сұраймын, олардың оқыған кітаптарын алып оқуға тырысамын. Және мен үшін құнды кітап деп бұл Қазыбек Тауасарұлының Түпті қияннан өзіме шейін деген ағай бізге айтты, мына сөзді бірінші жазыңдар тақтаға деді. Біз көбіміз қате жібердік. Содан кейін осы кітапты іздедім. Жұбан кітапханасынан таба алмадым. Хамзада бар екен. Сол Хамзадан таптым. 2 данасы тұр екен. Біреуін алдым. Сосын мәз болдым. Мынау қандай кітап екен деп. Мен ойладым, ұрпақтар сабақтастығы енді Түпті қияннан қазіргі заманмен байланыстырып солай айтатын шығармыз деп ойладым. Бірақ оқыған кезде тұнған тарих екендігін көрдім. Шыңғыс ханның кімнен туды және содан кейін оның Шыңғыс ханнан кімдер тарайды, соның ұлдары барлық ұрпақтарымен таныстым. Және сосын Асқар Сүлейменовтің тілін аға ерекше айтатын, мысалға келтіретін, бесатарына алып, ағай содағы тұрақты тіркестер болса, соларды айтып жүретін. Қазір қателеспесем 3-4 дәптер бітірдім. Сол ағай айтқан кітаптар негізі көбі. Ағайдың әрбір айтқандарын мен дәптердің артына, мысалы әдістеме болса әдістемені ашамын, қай пән түр, журналистика болса журналистика, сол біреуін ашып, қолыма үлгергенше, естігенше соны жазып алуға тырысамын. Осыны кітапханадан келіп, осылай таласып, тармасып оқитынбыз. Қызығамыз, ағай керемет етіп айтып береді баяндауында. Содан кейін де қызығасың, шынымен сондай болды ма, көргім келеді, әрі қарай оқығым келеді. Ағайдың қоятын басты талаптары көп, бірақ негізгі 3 талабы. Бірінші, ағай сабақ айтқан кезде біз толық оқыдық па, әлде оқыған жоқпыз ба, сөз саптауымыздан бірден біліп тұратындығы. Ең алдымен шығарманы интернеттен емес, кітаптың өзінен оқу бірінші талап. Екінші талап тыңдай білу қабілеті. Мысалы біреу айтып жатыр ма, қалғандарымыз соны тыңдау, жазып алу қажетті ақпаратты біз оқымаған кітаптар басқалар мысалы жазып алып, осын айтқанда, өлең жаттағанда да мәнерлеп түсіндіріп, өзінің түсінігінде өзгеге түсіндіре алатындай етіп айтуға үйретті. Ағайға деген алғысым шексіз. Қазір өзіміз студенттерімізден көреміз ғой. Бүгін мысалға ыбырайды жаттап келіп өлеңін тапсырады, соны мен әдейі сынау үшін басқа топтарда жаңа шоларда кейін сұрайсың ғой, ыбырайды айта қойшы. Мен ол айттым ғой ағай дейді. Өткен сабақта айтып кеттім ғой, жақсы, енді осы сабақта тағы бір баға қояйын, айта қойшы, енді сенде дайын дүние ғой десем, екінші күні жоқ па? Ұмытып қалады. Сондықтан енді мектеп бағдарламасында жоқ болғандықтан жаттауым жаңағы. Әр ақыннан бір өлең жаттап тұру керек кемінде, Абайдан бір өлең, Ыбырайдан, Сұлтанмахмұттан, Мағжаннан деп жаңағы. Сөйтіп тәрбиелеуге тырысып жатыр. Енді ол болашақта әдебиетші шығарам деген мақсат емес. Бірақ әйтеуір кішкене көз ашық, көкірек ояу азамат болып қалыптасса деген ынталы енді. Мал жайлау, сол малмен өстік. Бірақ мына кейін көп бала тәрбиесіне қатысты кітаптар оқыған кезде де қазақтың бір даналығы, қазақ баланы сол мал бақтырып тәрбиелеген ғой. Егер бала кішкене боргеміктеу болса, еңсесі түсіңкі, лездеу болып өсіп кетсе, мынау бір басылық болады деп ол баланы жылқы бақтырады екен. Себебі жылқы баланың жаңағы еңсесін көтереді дейді, рухын шыңдайды дейді. Енді аттан айырылған қазақтың рухы болады деген бар ғой. Ал керісінше бала жаңағы тентектеу болатын болса бағанағыдай, оның сабырлыққа, салиқалылыққа, салмақтылыққа үйрету үшін ол балаға қой бақтырады екен. Сол сияқты балаңа мал бақтыр, бірақ көп бақтырма, құл аласың деген сөздер бар екен. Әйтеке бидің айтатын сөзі бар дейді. Малды тек құлақ көсті құл, малды әлде құлақ көсті құл бағады, немесе өлігі ұл бағады деген сияқты. Сол сияқты енді біздер бәріміз мал бағып өстік. Мен де Оралды 8-ші сынып бітіргенде келіп Оралды көрдім бірінші рет. Ол кезде біздерді ешқайда өйтіп апармайды, ешқайда шығармайды жаңағы. Енді мен ол балаларыма айтып отырамын, сендер бақыттысыңдар деп. Сендер 3-ші, 2-ші сыныпта бүкіл Қазақстанды аралап шықтыңыздар деп. Енді саяхат мәселесіне мен осы кітап оқу алып саяхат жасауға.
Бағанағы айтқан көркем әдебиеттерді оқи келе мен бір сапарнамаларға кезігіп қалдым ағай. Соның ішінде Тұрсынбек Кәкішев деген әдебиетші ғалым өздеріңіз білесіздер. Сол Тұрсынбек Кәкішевтің Жаяу салдың серуендері немесе Жол үстіндегі 80 күн деген кітабын оқыдым. Сол кітап қолыма түсіп қалды. Ол кісі Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте сабақ берген Казгуда. Сосын Ақселеу аға да солай жасайды екен. Мына Ақселеу ағаның кейбір суреттерін қарап отырсаңыздар, шашын тықырлап алған суреттер жүреді әдебиетте. Ол сол сабақ беріп жүрген кезде ол кісі мына 3 айлық демалысқа шығады ғой. Мына жақсы бір мақалы бар. Жазда мұғалім болып, қыста агроном бол дейді. Қыста агрономға енді жұмыс жоқ қой. Жалақысы жүріп жатады, бірақ демалыста жүреді. Ал жазда мұғалім бір артық жылға, мектеп мұғалімдері 3 ай, біздер 2 ай демаламыз, иә. Оның алдында біздің жаңағы отпускной дейді ғой, жол бойы түскен жалақымыз түседі. Ол кішкене қолымызға қонақтыра өтіп қарға саңғиды. Соны мен кейін студенттеріме де айтамын, жаңағы біздің қазақтың шаруасы не сене саламыз, не сарай саламыз, әйтеуір бір не құрылыс жұмыстарын жасаймыз, бәрін солай құртамыз ғой. Айналғанда өзіміз демалмаймыз. Содан мен ойладым, солай саяхат жасау керек. Жаңа айтайын деген Тұрсынбек ағай Кәкішев. Ол кісі сол демалысын алған кезде қалтасына ақысын салып алады да ел кезіп кетеді. Ол жай ғана кезіп қоймаған, ол Ресей қалаларының бәрін аралап шыққан. Уфада болып, сол арқылы Ғалия медресесіне барып, Садақ журналының түпнұсқасын тапқан адам. Сандалған садақ. Сандалған садақ деген кітап шығарды. Кейін 154 қазақ баласының оқығаны, оның 76-сының атын анықтады. Оның ең әйгілері Бейімбет пен Мағжан, Жиенғали Тілепберген айтып жүрген. Ал Ақселеу аға шашын тықырлап алдырады екен де, ол жаяулап жалпылап ел кезіп кетеді екен. Ел кезгенде жаңағы көнегөз қариялармен көкірегі және қазыналы қарттармен жолығып, мына бүкіл халық ауыз әдебиетін жинаған. Соның ауыздар. Ол сөйтіп жүріп, күзде жұмысына оралған кезде сөйтіп өте үлкен қормен келеді екен ғой. Қаншама құндықасын алып. Енді сол сапарнамалары маған содан кейін тек қана бірыңғай сапарнамалар оқып кеттім ғой. Индия очерктері әуезовтің. Сонда олар барған кезде тек қыдыруға ғана бармайды. Сол елдің таным тарихымен танысады, дәстүрімен, көп жерлерімен, тарихи ғимараттармен. Содан кейін менде ой болды, неге осы менде солай неге саяхаттамасқа деп. Содан 2017 жыл жайлап саяхатты өзім бастадым. Өзім бастағанда алдымен ұшаққа билет алып Алматыға ұшып барып, ары қарай жаңағы автостоп деп айтады ғой мына. Ана аудан мен мына ауданға баратын жолға шығып көлік тоқтатасың, немесе автобусқа билет аласың, сонымен жүресің. Сөйтіп саяхаттадым. Ондағы барған ең ар жағы, Алматының ар жағында Харбыз, Қорғас шекара бекетіндегі Қытай мен Никарадағы Жаркентке шейін бардым. Жаркентке шейін Шығыс Түркістанның 7 шәрінің 7 қаласының біреуі. Ондағы мысалы Уәлибей мешіті ешқандай шега қағылмаған, Қытайда осы үлгімен салынған. Онда ғана Тоқаш Бөкендер отырған түрме, онда Әбділхан Қасиевтің туған жері, Орбұлақ шайқасының болған жері, қасындағы жазық кімнің Ләззат Асанованың, кімдердің туған жері, Ерболдардың, Бексұлтан Нұршекенің туған жері. Сөйтіп танысып келіп, одан ары қарай Шонжаға барып, Ұйғыр ауданына ыстық су ауылының Шарын шатқалы, Көлсай көлдері, Қайыңды көлдері, соның бәрін аралап келіп, енді үйге келіп айтсам, оларға әсер етпейді. Себебі мың естігеннен бір көргенге жетпейді. Содан кейін мен ойладым да, мен отбасымды алып шығуым керек, бұған көрсету керек деп. Содан 18 жылы немен отбасымды алып пойызбен саяхаттадым. Пойызда да солай, мындан барып Түркістанға түстік, одан ары қарай Көлікпен Шымкентке, одан ары қарай Алматыға, Астанаға бір 5 өңірді аралап қайттым. Түркістанға барып келсем, Қожа Ахмет Яссауидің басына барып тәуе етсек, маған айтты, мына жерде арыстан бап тұр, 26 шақырым жерде бармайсыз ба дейді. Такси көлігін жүргізушілер, жақсы барайық, қанша десек 20 мың ақы сұрайды. 20 шақырым жерде. Енді амал жоқ, барасың. Содан кейін мен ойладым, маған жақсы көлік керек екен, сосын көлікпен шығу керек екен. Самолетпен, пойызбен аралаған былай болмайды екен деп. Содан асты биік бір кішкене жүрдек көлік сатып алып, 2021 жылдан бастап отбасы тревел деген жолға құрдық. Әуелі мен достарымды алып шықтым, оған музейдің директоры Мевролат Ерсаев, Нұрлыбек Рахман, Жайық Престің, сосын Нұртай Текебаев деген достарымызбен 4 көлік отбасымызбен
отан отбасынан басталса, отбасы саяхаты отаннан басталады деген ұранмен сөйтіп біздер 11.000 шақырым жер жүріп Қазақстанның жартысын аралап қайттық. Бір жылда ма? 2021 жылы 26 күн жол үстінде жүрдік. Ол үздіксіз көлік рөлінде отыру, 26 күн күніне 560 шақырым жер жүру. Ең кішкентай саяхатшы менің ол кезде Әлімхан деген балам болды, 2 жаста болды. Сол кезде айтқандар болды, есің дұрыс па, 2 жасар бала не есі бар, не біледі, не көрсетіп жүрсің, баланы өлтіресің деп, ана ыстығың бар, жауының бар, жолдағы далада қонатының бар, қалақ келетін итінің бар. Біздер енді бірінші Ақтөбеге барып, ол саяхаттың маршруты солай болды. Ақтөбеге Қобыландыға барған жоқпыз, Жиренқопаға. Ең бірінші кімге Абат Байтақтың басына бардық. Сосын Әлияның туған ауылы Бұлаққа бар. Содан ары қарай Ақтөбеге барып, Ақтөбенің ар жағында 60 шақырым жерде Әбілқайыр ханның басына бардық. Бұл анау Толыбай деген ауыл өте бұның бір жартысы жол жоқ жер екен. Өлкаяқ деген өзен, үлкен станцияның салған басына өте бір алыс жерде. Содан Торғайға өттік. Сондағы Ахаң, Жаһан, Торғай енді қасиетті жер ғой, бүкіл ұлттың пиғылар туған. Содан Қостанай, Аманқарағай, сөйтіп Зеренді көлі, Көкшетау, Астана, ары қарай Қарағанды, Балқаш, Алматы, содан оңтүстіктен қайтып аралап келдік, Түркістан, Тараз. Соның бәріне бір 26 күн уақыт кетті. Балалар өте үлкен жақсы әсер алып, жолда қондық, талай жолда түнедік. Жолға шыққан адам жолда танылады дейді, бір-біріңді өте жақсы танисың. Жолда адам сыналады, жолда адам шыңдалады. Жігітке сауықты сауық, сергелдеңді сауық деп бір айтыр, сауық серуен кез болды. Енді кейін сол немді жобаны үзген жоқпын, жалғастырдым. Кейін достарым шалмаған жағдайда да мен өзім Абай еліне барып қайттым, Семейге, ол 22-ші жылы болды. Енді өткен 23-ші жылы, 24-ші жылы мына Маңғыстау бойын, Атырау бойын толық аралап келдік. Содан жасалған слайдтар. Мынау енді әйгілі Ақтаудағы Шерғала тауы, өздеріңіз білесіз, Шерғала. Отбасы трейл деген жоба, осындай арнайы футбол шығарып мынау енді бұл орман өртеніп кетті, Аманқарағай деген орман. Әйгілі, Әулиекөл, бұл Қостанайдың әр жағында. Мына бірыңғай сапта тұрған сарбаздар сияқты бәрі көз сүйсінетін табиғаттың өте бір сұлу бар. Шынымен де өте көп ағайларыңыз оқығандығы мына қанша әңгімесін айтқаннан кейін барып түсініп жатқан сияқтымыз балдар, солай емес пе? Бүгінгі ағайынды екеуіңізге, мынау балапаныңа көп рахметімізді білдіреміз. Бүгінгі күн енді жаңару, жаңғыру дейді ғой. Біз бүгін санамызды жаңғырттық. Қанша дүниені ой елегімізден өткіздік, солай емес пе балалар, біздің бүгінгі саған алғысымыз шексіз. Әсіресе мынау Жұбанның өзі де осы кітапханаға келген уақытта мынау парағы тұр ғой балалар, жазылған сөзі бар екен. Мен осы кітапханаға өте қарыздармын дейді. 1936 жылы алыс елден келген уақытта маған осы ғимарат есігін ашып, мен бір ертегі әлеміне тап болғандай болдым. Менің алғысым мың алғыс деп жазған екен. Біз де осы кітапханаға Жұбан ағамыз сияқты мың алғыс айтқымыз келеді. Осы менің біраз шәкірттерім бар, осы 41 жыл ұстаздық жолда жүр екенмін, сонда мақтан тұтарлық. Сол шәкіртім мен, сүйікті шәкіртім мен, менің кейінгі ізбасарым мен осындай сұхбат жасауға, үлкен бір жобаның бастамасын болуға мүмкіндік жасаған кітапханашыларға, біздің осы кітапхана ұжымына көп рахметімді айтқым келеді. Осындай бүгінгідей қалың ормандай оқырмандарыңыз көп болсын деп айтқым келеді. Айтатыны бар, осындай біздің ағаларыңыз, Жандос ағаларыңыздай сенің ізбасарларың көп болсын өзің сияқты. Бүгінгі жолы мына балалар көп нәрсені ойға түйді деп ойлаймын. Қазір былай қарасаң, бала қиялмен, бала ойымен кейбір уақытта тыңдамайды деп ойлаймыз ғой. Бірақ дегенмен де осы балалар әйтеуір бір құлағымен болса да бір дүние қалады осының құлақтарында. Сол күндердің күнінде бір қажетке жарайтын, сол уақытта өзі осы сөз бұлардың өзі жаңағыдай жауап береді, қандай бір тығырыққа тірілген уақытта не істейміз, ал осында жүрміз ғой деген уақытта соны іздей бастайды. Мысалы күндердің күнінде шынымен де Қарағандыға бар,
Әлімхан Ермековтың басына тәу етпесіне біз мысалы кепілдік бере алатын сияқтымыз. Осы азаматтардың мынау балаларымыз бар, қыздарымыз бар азамат осында. Үлкен үшін де, мен үшін де алатын үлгі өнеге бүгін тағылым өте көп болды. Ал балалар үшін өте көп деп ойлаймын. Сол себептен енді бүгінгі сұхбатымыз тәмам дейміз балалар. Осындай жақсы бір істер жалғасын тапсын. Жақсы күндерде амандықпен қауышайық деп айтқым келеді. Ағалы інілі болып бір-біріңізді толықтырып, әулеттегі осындай бір жақсы дәстүр жалғасын таба берсін. Болып қалған бұлар, шашыраңқы болған бұлар ойымыз. Қадыр мырзадан айтып отыр ғой, жаңа есіме түсіп кетті. Бұл кісі кітапты өте көп оқыған ғой. Жаңа Азақан айтып отыр, Эврика деген сериядағы кітаптарды оқыдым деп. Мына сериал кітаптарды оқу бар. Бізде ЖЗЛ деген бар да, жизнь знаменательных людей деген. Бұнда ғана әрқайсысы жеке бір тұлға олар. Бұл әлемдік құндылықтар ғой. Бұл кісі айтады, соның барлығын өзім оқып тауыстым деп. Мына кейінгі кезде суреттерінен қарасаң, кітап оқып отырған суреттерін көрсетеді. Сонда мына ЖЗЛ-дің кітаптарын оқып отырады екен. Енді мен өкінішке орай орысшолақта болғаннан кейін оған тісіміз батпай жүр. Бірақ сонда ол кісі айтады да, бірде Қызыл теңіздің жағасына, Қара теңізге ме, Қызыл теңізге ме курортқа барған кезде жүзіп жүріп байқамай қалыппын дейді, алысқа кетіп қалыппын дейді. Аяғым құрысып қалды дейді, аяғым тартылып жатыр дейді. Не істеймін дейді, айқайласам дауысым жететін жерде жан баласы жоқ дейді. Өлген жерім осы болды ау деп ойладым дейді. Сонау туған топырақтан келіп, сонда мына Қара теңіздің түбіне алғаным ба деп. Сонда оқығаным есіме түсті дейді. Матрос дегендер болады ғой, суда жүзейді жаңағы. Олар іш киіміне, енді бұл сөздің ұяты жоқ, түйреуіш тағып алып жүреді екен. Мына адамның аяғы құрысқан кезде, банағы түйреуішін шығарады да, құрысқан жеріне тыққан кезде сол құрысу жазылады екен. Сол сияқты менде енді ондай түйреуіш жоқ дейді. Демімді жинап алдым да, аяғымды қатты уқаладым дейді. Оқығаным бар еді дейді. Содан аяғымның құрысы жазылып, мына жайлап жағаға жеттім дейді. Егер мен соны оқымасам дейді, мен сол теңіздің түбінде қалған болар едім, өлген болар едім дейді. Сол сияқты енді бізде бала болдық, сіздер сияқты көп нәрсенің байыбына бармадық. Ұстаздарымыз айтқан ұлағатты сөздерді ұқпаған боларымыз, бірақ кейіннен кейін, осы орта жасқа келгеннен кейін ойлаймыз да, соны сол кісі айтып еді ау деп. Соның бәрі, сол сияқты жаңа апайымыз айтқандай, бірі болмаса да бірі естеріңізде қалса, кәделеріңізге жалғаса, соның өзі де бір үлкен жетістік деп ойлаймыз. Рахмет көп.